Шерхан Мұртаза, Жамбыл облысы Жуалы ауданы, Талапты ауылында 1932 жылы 28 қыркүйекте туған. Жазушы, қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері. Қазақстанның халық жазушысы, Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетін бітірген. Қазақ мемлекет көркем әдебиет баспасында Лениншіл жас, қазіргі жас алаш, социалистік Қазақстан, қазіргі егемен Қазақстан газеттерінде тілші, әдеби қызметкер, редактор, жазушы баспасы жанындағы балалар мен жас әдебиеті бас редакциясының және Жалын альманахының бас редакторы, Жұлдыз журналының бас редакторы қызметін атқарды. Сонымен қатар Қазақстан жазушылар одағы басқармасының екінші хатшысы, Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы, Егемен Қазақстан газетінің бас редакторы, Қазақстан мемлекет телерадио компаниясының төрағасы қызметтерін атқарды. Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесінің, Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің депутаты болды. Сондай-ақ ол Қазақстан Республикасының президенті жанындағы ұлттық кеңестің мүшесі болды. Шерхан Мұртаза шығармашылық жолын студент кезінде Лагиннің Хотбадж қарт кәрімнің біздің үйдің қуанышы шығармаларын қазақ тіліне аударумен бастады. Ал тұңғыш кітабы құрылысшы Дәку очерктер жинағы 1958 жылы жарық көрді. Қазіргі замандас бейнесі. Соғыс жылдарындағы тылдағы адамдардың қажырлы еңбегін баяндаған. Табылған теңіз, бұлтсыз күнгі найзағай, белгісіз солдаттың баласы, мылтықсыз майдан, 41 жылғы келіншек, Ахметжанның анты, тағы да басқа повестер мен интернат наны атты әңгімелер жинақтары жарияланды. Өндірістің дамуы жөнінде адам мен қоршаған ортаға қамқорлық туралы маңызды мәселелер көтерген. Ғылыми-техникалық төңкеріс жайын сипаттаған. Қара маржан романы Қазақстан Республикасы мемлекет сыйлығына ие болған. Мемлекет қайраткері Рысқұловтың өміріне арналған Қызыл жебет жұлдыз көпір роман трилогиясы оқырмандарына жол тартты. Драматургия саласында жазушының Қызыл жебе, Сталинге хат, сондай-ақ Бесеудің хатты атты пьесалары қойылды. Ол Андерсеннің әңгімелерін, венгр халық ертегілерін, Айтматовтың Қош бол Гүлсары, теңіз жағалап жүгірген Тарғыл төбет повестерін, Боранды бекет, Жанпида романдарын қазақ тіліне аударды. Шерхан Мұртаза шығармашылық жұмыстармен қатар Қазақстан Республикасы тәуелсіздігі мен мемлекеттігін нығайту ісіне де белсене араласты. Қазіргі заманның қоғамдық өмірдің маңызды мәселелерін, ел, жер, тіл мәселелерін көтеретін көптеген мақала эсселер жазды. Шерхан Мұртаза құрмет белгісі, отан ордендерімен және бірнеше медалдармен марапатталған. Жамбыл облысының, Тараз және Астана қалаларының құрметті азаматы.